Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, тәтті, нәзік, апельсин қосылған пирог дайындаймыз. Және де бұның жасалу жолы өте оңай, миксер қолданбай жасай берсеңіздер де болады. Алдымен 4 жұмыртқамызға 250 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қантымызды толық ертуіміз қажет болады. Осының үстіне 150 грамм ерітілген жылы сары майымызды құйып, ермей қалған қантымызды ерітетін боламыз. Осыған жалпы көлемі 400 грамм ұнның 1/3 бөлігін саламыз дағыны. Ұнымыз толық еріп, консистенциясы бірдей болғанға дейін араластырамыз да, оған жарты немесе 1 апельсиннің шырынын саламыз. Апельсиннің цедрасын қолдануларыңызға да болады. Ол үшін апельсин қабығын теркадан өткізіп саласыздар. Енді осыған бағанағы қалған ұнымызға елегішке салып, разрыхитель екеуін қосып өткіземіз. Бір келкі консистенция болғанға дейін араластырамыз. Ұнымыз бір келкі араласуы қажет болады. Біздің пирогымыз осындай қарапайым және де дәмді болып шығады. Бұл пирогты жасаусаңыздар, апельсиннің дәмін ақырын, нәзік сезетін боласыздар. Мен мультиваркаға пісірдім, сондықтан мультиварканың чашкасына төменгі жағына пергамент қағазын салып, қамырымды салдым. Осыны мультиваркаға пісірсеңіздер, выпечка режиміне қойып, дайын болғанға дейін пісіресіздер. Ал духовкаға пісіретін болсаңыздар, 20 сантиметрлік формочкаға салып, 180 градуста 35-40 минуттай пісірсеңіздер болады. Дайын болғаннан кейін үстіне қант пудрасын сеуіп, және де өз қалауларыңызша әсемдеп, әрлеп шығуларыңызға болады. Мен ол үшін апельсиннің кесінділерін, шоколадты және де жалбыз жапырақтарын қойдым. Дәмі өте керемет болғанымен қоса, өте нәзік шығатын пирогты дайындауларыңызға кеңес беремін. Сіздермен болған ерекше келіншек.